Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз 10-шы сынып алгебра және анализ бастамалары пәні бойынша БЖБ-ны талдап бастайтын боламыз. Бірінші БЖБ функция, оның қасиеттері және графигі. Бұл БЖБ жаратылыстану математика бағытындағы сыныпқа арналған БЖБ. Бірінші есебі функцияның графигі бойынша анықтаңыз. Яғни сізге график беріледі және мына жерде функцияның қасиеттері беріледі. Осы графикке қарап отырып функцияның қасиетін жазып шығуымыз керек. Бірінші, функцияның анықталу облысы. Анықталу облысы деген кезде оқушылар сіздерге үнемі x-тің мәні еске түсу керек. Яғни, біздің функцияда функциямыз x-тің қандай мәндерін қабылдайды. Ол үшін мына OX сөзін қарайсыздар. Анықталу облысы бізде үлкен D әрпімен белгіленеді. dy тең болады. Мінекей. Функция шектелген. Бұл үзіліссіз функция емес, яғни үзілісті функция. Көріп тұрсыздар, x нешеден басталады. Сонда анықталу облысы -6-дан 6-ға дейін. -6-дан 6-ға дейін. Соңғы, яғни шекті нүктелер жауапқа кіреді, тік жақша қоямыз. Екінші, мәндер жиыны. Мәндер жиыны деген кезде біз мына y көсін қараймыз. Яғни y-тің қабылдайтын мәндері. Міне, көріп тұрмыз, -3-тен 7-ге дейін. Мәндер жиыны үлкен E әрпімен белгіленеді, y тең болады, -3-тен 7-ге дейін. Келесі бұл функцияның нөлдері. Функцияның нөлдері дегеніміз OX өсімен қиылысуын айтамыз. Яғни бұл жердегі y-іміз 0-ге тең деген сөз. Сонда мені көріп тұрсыздар, x -4-ге тең болғанда y-іміз 0-ге тең болып тұр, және 1-ге тең болғанда x-іміз 0-ге тең болып тұр. Y-іміз 0-ге тең болып тұр. Яғни бұны былай жазасыздар, былай да жазып көрсетуге болады. -4-те 0, 1-де 0. Бұл функцияның нөлдері. Келесі функцияның бір сарындылық аралықтары, яғни бір сарындылық деген сөз бұл монотонды. Монотонды өседі, монотонды кемейді. Бұл жерде бізде өспелі, кеммелі функция деп атай алмаймыз. Себебі көріп тұрғандарыңыздай функция кейбір аралықта кеміп жатыр, кейбір аралықта өсіп жатыр. Сондықтан аралықпен жазып көрсетеміз. Бірінші кему аралығын жазайық. X-тің мәнін қарайсыздар. Мінекей. Мына нүктенің X-ін қарайсыздар. Демек, -6-дан -2-ге дейін кеміп жатыр. -6-дан -2-ге дейін кеміп жатыр, және 4-тен 6-ға дейін. 4-тен 6-ға дейін. Мына жерге былай бірігу белгісін салуға болады. Кемейді. Келесі өсу аралығын жазамыз. -2-ден 4-ге дейін. -2-ден 4-ге дейін өседі. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәні. Оқушылар бұл жерде тағы да айтып өтетін нәрсе, ең кіші мәні, ең үлкен мәні, ол үнемі максимум, минимум болмайды. Сондықтан соған мән береміз. Ең үлкен мәні, функция деп тұрғандықтан сіздер y көсін қарайсыздар. Ең үлкен мәні, міне тұр, 7. Функцияның ең үлкен мәні, y тең болады, 7. Ең үлкен мәні. Ең кіші мәні, мінекей мына жерде тұр. Y тең -3, функцияның ең кіші мәні. Немесе бұлай жазуға болады. Y ең үлкен мәні, Y ең кіші мәні. Осылай жазып көрсетсеңіздер болады. Және соңғысы бұл функцияның экстремумдары. Функцияның экстремумдар дегеніміз бұл максимум, минимум нүктесі. Бірінші, x максимум, x минимумды тауып алайық. Егер олар бар болса, сосын y минимум мен y максимумды жазамыз. Максимум нүкте дегеніміз, яғни функция өседі, кемейді. Бұл жерде максимум нүктесі бар, 4-ге тең. Яғни таудың шыңы секілді. Минимум нүкте, бұл функция кемейді және өседі. Бұл жерде ол -2-ге тең. Егер сізге график, яғни функцияның графигі берілмесе, сіз есептеп табатын едіңіз. Бұл жерде бізде функцияның графигі беріліп тұрғандықтан y максимум, y минимумда анық көрініп тұр. Y максимум көріп тұрсыздар, 4-ге тең. Y минимум -3-ге тең.
Мінекей біз экстремумдарын да таптық. Яғни максимум минимум болу үшін функциямыз кему керек, өсу керек, немесе өсу керек, кему керек. Яғни оның екі жақты аумағы да, маңайы да болу керек деген сөз. Осымен біз бірінші есепті талдап болдық. Осы бірінші есептің біз б-сын шығарамыз. Жаңа а-сын талдаған екенбіз. Берілген y-тен f от x функциясының графигі үшін төмендегі жазықтыққа келесі түрлендірулерді орындаңыз дейді. Бұл жерде тағы да сізге график беріліп қойған. Y-тен 2-ден 1 f от x түрлендіруін жасауымыз керек. Яғни қараңыздар, 2-ден 1 дегеніміз бұл мына y өсі бойынша біз 2-ден 1 есеге созуымыз керек. Мысалы, мына жердегі нүктеміз бізде қазір неше болып тұр? 0 болып тұрса, ол өзгермейді, ол қала береді осы жерде. Так, мына жердегі нүктеміз 4 болды ма? 4-ті сіз мысалы 2-ден 1-ге көбейтсеңіз, ол сізде мында 2-ге келеді. Яғни бұл жерде 2-ден 1. А 2-ден 1-ге тең, яғни бізде А 1-ден кіші болғандықтан, бұл жерде y өсі бойымен қазір сығылайын деп тұр. Сосын мына жерде 1, 1-ді 2-ден 1-ге көбейтсек, ол бізде 2-ден 1 болады. Сонда әзірге мына жерде графикті салайық. 2 есе сығылып жатыр y өсі бойынша. Келесі -3, -1,5 болады. Нүкте өзгермейді. Мұнда 7 болса, бізде 7-нің жартысы 3,5. Сонда графигіміз бұлай өтеді. Бұлай өтеді. Бұлай өтеді. Қасына жазып қояйық. Y тең болады 2-ден 1 f от x. Келесі екіншісін орындаймыз. Бұл жерде f от x минус 1 дейді. Демек ол ox өсі бойымен, егер x минус 1 болса, онда оңға жылжиды. Ал x плюс 1 десек, солға жылжытатын едік. Яғни мына көк сызықпен берілген графикті мен қазір әрбір нүктесін бірлікке оңға жылжытып шығамыз. Мұнан бастайық. Мынау бізде -6-та тұрса, енді ол -5-ке көшеді. -4-тен -3-ке көшеді. -2-ден -1-ге көшеді. 1-ден 2-ге көшеді. 4-тен 5-ге көшеді. Және 6-дан 7-ге көшеді. Осыларды қазір әдемілеп тұрып қосамыз. Y тең болады 2-ден 1 f от x минус 1. Мінекей осылай біз түрлендіріп жасай аламыз. Екінші есептің асы А мен Б параметрлерінің қандай мәндерінде мына берілген f от x функциясы графигінің x тең А, x тең Б түзулері мен ортақ нүктелері болмайды. Яғни екі түзумен ортақ нүктесі болмайды деген сөз, оқушылар мына екі түзу асимптоты болайын деп тұр. Қазір анықтаймыз қандай асимптотылар. Бірінші x тең А, демек ол бізде вертикаль асимптоты болады. Соны тауып көрейік аның мәнін. Ол үшін былай жасаймыз. Бөлшектің бөлімі -2-ге тең болмайтын еді ғой, соған қарап отырып табамыз. Сонда лимит x -2 болғанда 3x плюс 10 x плюс 2 тең болады. -2-ні орнына қоямыз. 3-ті -2-ге көбейтсек -6 плюс 10, мұнда 0 шығады. Санды 0-ге бөлсек, бізде шексіздік шығады. Демек, x тең -2, x тең -2, ол бізде вертикаль асимптоты. Демек, оның мына функциямен ортақ нүктесі жоқ деген сөз. Келесі, лимит x шексіздік ұмтылғанда горизонталь асимптотысын тауып көрейік. X-қа бөліп жібереміз.
яғни мына x содан пайда болады. Функцияны x-қа бөлгеннен тең болады лимит x шексіздік қымтылғанда 3x плюс 10 жақшаны ашам x квадрат плюс 2x. X шексіздік қымтылғанда үлкен дәрежесіне бөліп жіберсеңіздер болады. Сонда 3 бөлінген x қосу 10 бөлінген x-тің квадраты, барлығын x квадратқа бөліп жатырмын. 1 қосу 2 бөлінген x. Сіздер білесіздер, санды шексіздікке бөлсек 0 шығатындығын. 0 қосу 0, 1 қосу 0 тең болады. 0-ді санға бөлсек 0 шығады. Бұл бізде k-ның мәні тапқанымыз. Енді b-ның мәнін табамыз. b тең болады лимит x шексіздік қымтылғанда, мұнда 0 болғандықтан біздегі формуладағы азайту kx ол түгелмен 0 болып кетеді. Сондықтан функцияның тек өзін жазамыз. 3x плюс 10, x плюс 2. Үлкен дәрежесіне бөліп жіберуімізге болады. Ол x-қа деген сөз. 3 қосу 10 бөлінген x, 1 қосу 2 бөлінген x. Тағы да сол, санды шексіздікке бөлсек 0 шығады, демек 3. b тең 3-ке. Бұл горизонталь асимптоты. Демек, a-мыз минус 2-ке тең болғанда, және, жауабын жазып қояйық, x тең минус 2-ге тең болғанда, яғни a-ның орнында минус 2 деген сөз, b тең 3-ке тең болғанда, осы екі жауапта біздің функциямыздың мына екі түзумен, мына түзумен және y тең, жерде b деп жазып кеттім, y тең 3. y тең 3 деген қайдан шығады? Мұндай толық жазайық. y тең болады kx плюс b. k сізде 0-ге тең болды, сондықтан y тең b-ға, y тең b-ға дұрыс, y тең 3-ке горизонталь асимптоты, бұның мәнін мына жерге жаздық. a тең минус 2, b тең 3. Яғни y тең 3 түзуімен, x тең минус 2 түзуімен қиылыспайды деген сөз. Осы екінші есептің b-сы бар екен, мен мұнда дей салып қойдым. Біз банағы асында тапқан асимптотларды. Мұнау бізде горизонталь асимптоты, y тең минус 3 деген, y тең 3 деген, және вертикаль асимптотысы бұл x тең минус 2 болған болатын. Енді бізге осы берілген функцияның графигін координаталық осьтермен қиылысу нүктелерін көрсете отырып салыңыз дейді. Ал есептейміз. Бірінші OX өсімен қиылысуын табайық. Функция OX өсімен қиылысқан кезде y-тің мәні 0-ге тең болады. Бізде 3x қосу 10 бөлінген x плюс 2 тең 0. x плюс 2 мына жерде асимптоты, x тең минус 2 деген асимптоты, вертикаль асимптоты көрініп тұр. Ал алымын ғана 0-ге теңестіреміз. 3x тең болады минус 10, x тең болады минус 3,3-тен 1. Сонда мынадай нүкте шығады бізде. Минус 3,3-тен 1-де 0. Минус 3,3-тен 1. Минус 3, мына аралықты 3-ке бөлсем, соның бір бөлігі. Мінекей, мына жермен қиылысады екен біздің функциямыз. Сосын келесі енді y өсімен қиылысуын табайық. y өсімен қиылысқан кезде x 0-ге тең болады. Сонда y тең болады. Мұнда 3 көбейту 0 қосу 10, 0 қосу 2 деген сөз. 10-ды 2-ге бөлемін 5. 0-де 5. 0-де 5 нүктесі. Мына жердегі нүкте. Енді координаталық осьтермен қиылысуын таптық. Тағы бір тексеріп шығайық. Y 0-ге тең болғанда 3x плюс 10 минус 3,3-тен 1-ден 0 шықты. Сосын мына осьпен қиылысуын таптық. Осьтермен қиылысу нүктелерін көрсете отырып салыңыз дейді. Сонда бізде негізі функциямыз былай шығатын болып тұр. Сіздер кесте құрып салып көрулеріңізге болады, егер дұрыс сала алмай қалам десеңіздер. Шамамен біздің функциямыз осылай шығады. Бұл енді гипербола екенін біліп тұрсыздар, тармақтары, екі тармағы бар екендігін мен шамамен осылай салып көрсетемін. Кесте сызыпты әдемілеп салуға болады. Былай қарай
шексіз жақындайды, тең бола алмайды. Дәл солай мұнда да шексіз минус 2-ге жақындайды, бірақ тең бола алмайды. Неке осылай айтып салуларыңызға болады. Үшінші есеп, және бұл соңғы есеп болып табылады. Барлығы 3 есеп берілген екен. Үшінші есеп f от x тең болады x куб плюс 2 және g от x функциясы 2x минус 7 функциялар берілген. Сізге мынадай күрделі функцияны құрастыру керексіз және жауабыңызды ықшамдаңыз дейді. Бұл жерде g функциясы f от x функциясына тәуелді. Сондықтан бірінші біз g функциясынан бастап жазамыз. 2 x-тің орнына мына f от x функциясын қоямыз. Тең болады. Жақшаларды ашамыз. 2x куб қосу 4 азайту 7 тең болады. 2x куб минус 3. Сіз күрделі функция құрастырдыңыз және жауабыңызды ықшамдап жаздыңыз. Келесі, үшінші есептің б-сы, егер f от x тең болады x плюс k болса, g от x функциясы x квадратқа тең болса, және g f3, яғни f от 3 тең 16 болса, онда k-ның мүмкін мәндерін табыңыз дейді. Бұл жерде тағы да бұлай есептеп аламыз. f3 дегеніміз, яғни 3 қосу k. Енді g-ді жазамыз. g f от 3 тең болады 3 қосу k-ның квадраты. Яғни, мұндағы x-тің орнына біз түгелмен f от 3-ті қойдық. Ары қарай осыны 16-ға теңестіреміз. 3 қосу k квадрат тең болады 16. Жақшаны ашамын. 3-тің квадраты 9 қосу 2 еселенген 3k бізде 6k-ны береді. Қосу k квадрат тең 16. k квадрат қосу 6k минус 16-дан 9 алсақ 7-ді. Бізде квадрат теңдеу шықты. Дискриминантпен немесе ветпен шығаруға болады. k1 қосу k2 минус 6-ға тең. k1 мен k2-ның қосындысы минус 7-ге тең. Қандай сандарды көбейткенде 7 шығатын еді? Ол 7 мен 1. Енді қосқан кезде минус 6 шығу үшін 7-ның алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда есептің жауабы минус 7 және 1. К-ның осындай мәндерінде біздің функцияларымыз бар екен.